Азот жалпы өте пайдалы элементтерінің бірі, себебі нәрөз бен нуклеин қышқылдарының құрамына кіреді азот. Нәрөзді білетін боласыздар, бүкіл түр ағзалар көбінесе нәрөзден құрылған. Яғни 80% деп те айтсақ болады, біз мысалы адамдар, өсімдіктер, жануарлар көбінесе нәрөзден құрылғанбыз. Көміртек бізге энергия қажет, ал нәрөз бізді қылып жасау үшін қажет. Және де нуклеин қышқылдар, яғни біздің гендеріміздің құрамына да азоттар кіреді. Сол себептен әлемде азот айналымы деген бар. Азот айналымы деген не? Бірінші азотты бекіту деген болады. Азотофиксация. Атмосферадан газдары күйден өсімдіктерді сіңімді топырақ қосылыстарының құрамына айналу. Яғни найзағай соққан кезде атмосферадағы азот топыраққа енеді. Топырақта азот фиксатор бактериялар болады да, соны жайлап өсімдіктерге жүреді. Яғни атмосферада орналасатын азотты топырақтан бактериялар өсімдіктерге жүреді. Азоттың айналымыңызды көрдіңдер ме? Атмосферада найзағайдан азот пайда болады, сол азот топыраққа енеді, топырақтан азот фиксатор бактериялар өсімдікке жүреді. Содан кейін жалпы қараңыздар, азотты бекітудің екі типі бар. Біріншісі банағы айтқанда атмосфералық бекіту, найзағай болған кезде. Екіншісі қараңыздар, биологиялық бекіту. Қараңыздар, биологиялық бекітуде жалпы мына азот фиксатор бактериялар бар, өсімдіктердің тамырларымен селбесіп тұрады, атмосферадағы азотты өсімдіктерге береді. Және де кейбір ағзалар бар, цианобактериялар, мысалы, цианобактериялар азотты қолданып, олар сосын ауа құрамындағы азотты аммиакқа айналдырады. Яғни ауадан келген азотты олар өздеріне аммиакқа айналдырады. Аммиактың құрамына азот кіреді, NH3 көрдіңіздер. Яғни банағы айтқанда атмосфералық бекіту бұл найзағай арқылы атмосферада пайда болады. Сол атмосферадан тірі ағзалар, мына топырақта орналасқан азот фиксатор бактериялар өздеріне алады, өсімдіктерге береді. Және де цианобактериялар мысалы сол азотты алып өздеріне аммиак жасайды. Енді қараңыздар, бұл өсімдік пен бактериялардың арасындағы селбесу, бірақ жануарларға да қалай болады? Жануарлардың құрамында, мысалы, зәрі шығару кезінде немесе нәжіс шығару кезінде құрамында аммиак болады. Бұл аммиак жерге түскен кезде топыраққа енеді. Топырақта дәл солай банағы азот фиксатор бактериялар, жалпы амонофиксациялаушы немесе нитрофиксациялаушы бактериялар деп атайды. Соларды алады да дәл банағыдай өсімдікке береді. Сол өсімдікпен қоректенетін жануар қайттан сол азотты өзіне алып алады. Яғни азот бетіп тірі ағзадан тірі ағзаға өтіп жүре береді. Және егер мына жануар немесе өсімдік өліп кетсе, шіріген кезде денитрификация деген бактериялар бар. Денитрификациялау бактериялары бұл азотты өзгертіп қайтадан топыраққа енгізеді, топырақтан бұл өсімдікке өтеді. Жалпы азот әлемде қызық айналады. Найзағай атмосферадағы азотты тұрақтандырады, сөйтіп ол бактерияларға өтеді, бактериялардан өсімдікке өтеді, өсімдіктен жануар жейді бұны, жануардан зәр ретінде топыраққа түседі, топырақтан мына жерде амонофиксирующий бактериялар бар, солар қайттан өсімдікке өткізеді. Немесе мына жануар өліп кетсе, денитрофицирующий бактериялар бұл жануардағы азотты алып қайтадан топыраққа енгізеді, топырақтан қайтадан бұл өсімдікке өтеді.